Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассалату ассаламу аля сайидина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Аллаға шүкір, бүгін міне намаз туралы келесі дәрістеміз. Өткен дәрісте біз сіздерге намаздың діннің тірегі екендігі және намаздың Құранда көп бұйырылған құлшылық екендігі, сондай-ақ намазды ықыласты оқу үшін, намазда бекем болу үшін Раббымызды танудың қаншалықты маңызды екендігі туралы айтқан болатынбыз. Ал бүгінгі дәрісте мен мына нәрсемен бастағым келіп тұр. Намаз оқып жүрміз, бірақ сезінбейміз. Намазға тұрамыз, бірақ ойымыз жан жақта. Сәждеге барамыз, алайда жүрек қосылмайды. Намаздың сөздерін жатқа айтамыз, бірақ намаздан кейін жүрек тыныштық таппайды. Намаз сені сағынды кітабым сол халді қайта тірілтеді. Бұл кітап жай ғана мәтін емес, сенің рухани сапарыңның картасы. Бұл кітаппен сен намаз оқуды ғана емес, намазбен өмір сүрудің не екенін түсінесің. Бұл кітапты жазып отырып, мен жыладым, күлдім, қуандым, шүкір еттім. Жүрегімнің тереңдегі сөздер осы беттерде жатыр. Бұл беттерді оқығанда сезімдерің оянады, тыныштық орнайды, ықыласың артады. Сен де кітапты оқығанда әсерленесің. Намаз сені сағынды кітабы сен туралы. Бұл кітап сенің жүрегіңе арналған. Сен өзгеруді қаласаң, Раббың сені күтеді. Қазір тек алдын ала тапсырыспен алуға болады. Ең алғашқы нұсқалары ерекше қаптамада, авторлық қолтаңба және автордың арнайы дұғасымен жіберіледі. Сондай-ақ намазыңды әсемде курсы бонусқа сыйлыққа беріледі. Кітапты алу үшін төмендегі нөмерге хабарласыңыз. Жаныңдағы ең терең үнге құлақ тұр. Намаз сені сағынды. Ал сен оны сағындың ба? Кейде күнәні жасау бізге оңай болады. Ол қай кезде? Егер біз күнәнің күнә екендігін ұмытып кеткен кезде. Ал енді күнәнің, егер біз күнә екендігін біліп, бірақ нәпсімізге берілу арқылы, ұмытып кету арқылы жасап қоятын болсақ, онда оның әсері де басқаша болады. Бұл нәрсені не үшін айтып жатырмын? Яғни біз мына нәрсені түсінуіміз керек. Егер мен намаз оқымай жүрсем, егер мен намазды қаза қылып алып жүрсем, оның зияндығы қандай? Тіпті таң намазы туралы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам не дейді? Таң намазында оқылатын 2 ракағат сүннеттің өзі бұл дүниедегі барлық нәрседен артық дейді. Ойлаңызшы, парызы туралы әңгіме болған жоқ. 5 уақыт намазы туралы емес, тіпті таң намазының өзінің сүннет айтылды. Ал біз білеміз, сүннет деген бұл орындасаң сауап, орындамасаң күнә емес амал. Енді осы жерде мына нәрсеге тоқтағым келіп тұр. Намазды қаза қылған кезде біз не нәрседен айырылып жатқандығымызды түсінуіміз керек. Ең алдымен осы нәрсені түсінген кезде, біз келесі жолы намаз оқымаған кезде, намазды қаза қылған кезде бізде ішімізде бір өкініш туу керек. Сол өкініш бізді намазымызды қаза қылмауға итермелеуі қажет. Оған қатысты Баязид Бистами деген бір тақуаның өмірімен бөліскім келіп тұр. Бірде ол таң намазына ұйықтап қалады. Таң намазына ұйықтап қалғаны үшін өзін қатты жазғырады, сол нәрсесін өзін сөгеді, Алла тағаладан көп кешірім сұрап жылайды. Сонда ертесіне келіп, шайтан оны намазға оятады екен, таң намазына. Сонда ол таң қалып, сен менің таң намазына керісінше ұйықтатпаушы ма едің? Неге сен мені оятып жатсың деген кезде ол айтқан екен. Сен таң намазын оқысаң, таң намазын сауабын аласың. Алайда кеше сен намазға бір күн менің әсерімнен ұйықтап қалып, сондай тәубе еткенің үшін сен әрі таң намазының сауабын алдың, әрі тәубенің сауабын алдың, әрі Алла тағалаға жақындадың дейді екен. Сонда осы нәрсені тіпті шайтанның өзі білгендіктен ол адамды ертесіне ондай сауаптан құр қалдырту үшін ең болмағанда намазыңды оқышы деп оятқан екен. Бұл не нәрсені көрсетеді? Расында біз намазымызды қаза қылып алған кезде, немесе намазды оқи алмай жүрген кезде осы өкінішті сезінуіміз керек. Қойшы, оқымай-ақ жұрттың бәрі жүр ғой деп оқымау деңгейі бір бөлекті. Бұл өте қорқынышты.
Ал енді белгілі бір себептермен оқи алмай жүргендегі өкініш бұл бөлек. Деңгейі де бөлек. Бұл жерде шынайылық өте маңызды. Егер біз шынайы болатын болсақ, өзімізбен, Раббымызбен шынайы болатын болсақ, онда Алла Тағала біздің намазға тұруымызға, намазды қаза қылмауымызға, осының барлығына өзінің жәрдемін береді екен. Сіздер білетін шығарсыздар, намаз сені сағынды деген кітапты мен жазып шығардым. Сол кітаптың ішінде таң намазының артықшылығы туралы айтқан кезде пайғамбарымыздың мынадай хадисі бар. Кім таң намазы мен құптан намазын оқитын болса, ол Алла Тағаланың қамқорында болады дейді. Енді қараңызшы, Алла Тағала мен сені қамқорыма алам деп тұрған кезде таң намазын жіберіп алатын болсақ, біз не нәрседен махрұм қалып жатырмыз. Біз кейде ЕНТ-дан, ОБТ-дан біз өзімізге керек балды ала алмай қалған кезде өкінеміз, жылаймыз, қайғырамыз. Немесе өзімізге керек қаражатты таппай қалған кезде біз не істейміз? Жылаймыз, қайғырамыз. Қараңызшы, өкінішті қандай. Немесе өзіміз қалаған әйелдер көйлекті ала алмаған кезде, өзіміз қалаған көйлекті ала алмаған кезде, өзіміз қалаған жігітке тұрмысқа шыға алмаған кезде бізде қандай өкініш болады. Ал пайғамбарымыз не деп тұр? Таң намазына ұйықтап қалу дейді, яғни таң намазынан дүниедегі жақсылықтан артық деп тұр ғой. Яғни біз көйлек үшін, тіпті біреулер футбол үшін, футболдағы бір командалар ұтылып қалған кезде, бір ер адамдар, тіпті әйел адамдар да бар кейбірі, сол нәрсеге өкінгендері, жылағандары, ашу ызасы туғандарын көрген кезде, ол адамдар таң намазына қаза болғандығы үшін, таң намазына тұра алмағандығы үшін осылай өкіне ме деген сұрақ туындайды. Сондықтан да біз бұл жерде не нәрсені білуіміз керек? Ең алдымен біз намазды белгілі бір себептермен оқи алмай жүрсек, шаршап келіп қаза қылып қойып жатсақ, бізде ол нәрсеге өкінішті өшіріп алмауымыз керек. Бірақ ол өкініш бізді шайтанның тұзағына айналып кетпеу керек та. Яғни болды, сен кешірілмейсің деп емес. Керісінше әрдайым, егер біз әлі де тірі болсақ, кешірімге үмітіміз бар екендігін ұмытпауымыз қажет. Келесі, енді бүгін біз намаздың тағы да артықшылығына тоқтаймыз. Бұл намаздың миғражы. Намаз мұсылманның миғражы. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам, білесіздер, баршамыз миғраж түнін естіген кезде жылағымыз келеді. Себебі пайғамбарымыз Раббысымен кездескен сәт тіпті ортада делдал болмады. Намаз сондай құлшылық жер бетінде ораза, зекет, басқа құлшылықтар жер бетінде парыз болған болса, және олар Жәбірейіл періште арқылы парыз болды, алайда намаз бұл Раббымыз пайғамбарын өзіне шақырып жеке табыстаған құлшылық екен. Осыдан ақ біз намаздың қаншалықты маңызды, құнды құлшылық екендігін түсінуімізге болады. Өйткені білесіздер, мысалы директор бір тапсырмаларды көмекшісі арқылы айтады, мынаны қызметшілерге жеткіз дейді. Ал біреулерді жеке шақырып алып, белгілі бір тапсырмаларды береді. Не үшін? Ол тапсырма егер маңызды болса, ол туралы басқа біреу білмеу керек болса, ол тапсырманың қаншалықты құнды екендігін білген кезде, ол жеке сол адамды шақырып алып, өзі тапсырманы тапсырады. Міне, осыдан біз түсінеміз. Алла Тағала намазды пайғамбарымызға тапсырған кезде, ол ортаға тіпті Жәбірейіл періштені де салған жоқ. Көрдіңіздер ме? Сіз бен біздің орындап жүрген құлшылығымыз осындай маңызды құлшылық екен. Енді біз баршамыз миғраж түніне көтеріле алмаймыз. Баршамызды Алла Тағала шақырып алып, бізбен жеке тілдеспейді, бірақ Алла Тағала бізге мүмкіндік берген екен. Ол не? Ол намаз. Намаз бұл сіздің Раббыңызбен кездесетін сәт. Намаз бұл сіздің Раббыңызды, пайғамбарымызды миғражына шақырғандай, миғраж түнінде шақырғандай, сізді де 5 уақыт шақыруы. Енді сіз осы сәтте менің уақытым жоқ сенімен кездесуге десеңіз, бұл қаншалықты айыпты іс. Егер Раббыңыз сізді 5 намазына шақырып, азан айтқызған кезде, мен жұмыстамын, жұмысым көп, бала шағамды асырауым керек десеңіз, бұл қандай хал деген сөз. Сонда сізге жұмыс беріп тұрған, сізге бала шағаны беріп тұрған, сізге ризықты беріп тұрған, сіздің көзіңізді аштырып жұмдырып тұрған, есту мүшелеріңізді істетіп тұрған, бүкіл денеңіздегі процестерді басқарып тұрған Раббыңызға, және өзіңіздің ата бабаңызды, бала шағаңыз, бүкіл әлемді жаратқан Раббыңызға
менің саған уақытым жоқ дегенмен тең. Яғни күнделікті біз намаздан бас тартып жатқан кезде осы нәрсені түсінуіміз керек. Сол сияқты намазда тұрған кезде, пайғамбарымыз миғражға көтерілген кезде қандай халде болған болса, біз де сол халді сезінуіміз керек. Өйткені намаз мұсылманның миғражы. Ешкім ол жерде делдал жоқ. Сіз тікелей тұрып, менің Раббым ұлы, менің Раббым пәк, менің Раббым сондай ұлық деп айта аласыз. Ешқандай ортада делдал жоқ. Ең керемет сәт осы емес пе? Себебі сіз президенттің өзін менің досым деп айта алмайсыз. Сіз әкімді менің досым деп айта алмайсыз. Сіз әлеуметтік желідегі менің блогерім, менің досым деп айта алмайсыз. Өйткені ол сізді тіпті танымайды. Сіз секілді бір адамның бар екендігін білмейді. Алайда Раббымыз әрбіріміздің, біз бұл дүниеде үлкен жұмыстарды, үлкен қызметтерді атқармасақ та, біз ұлы істерді атқармасақ та, сіз оның алдына келген кезде Раббыңыз сізді таниды. Сіздің бүкіл мәселеңізді біледі. Сіздің не нәрсеге мұқтаж екендігіңізді біледі. Міне, осы сәтті сезініп, біз Раббымыздың алдында тұруға асығуымыз қажет екен. Келесі, намаздың артықшылығы. Намаз дейді, бұл өзіне қалған барлық құлшылықтарды жинаған жалғыз құлшылық дейді. Ол қалай? Намазда қажылық та бар. Намазда зекет те бар. Намазда ораза да бар. Намазда кәлима да бар. Намазда тәсбихтер де бар, яғни зікір де бар. Намазда дұға да бар. Енді ойланып көріңіз. Ол қалай? Намазда біз Қағбаға қарап оқыған кезде, біз одан нені елестетеміз? Қажылықты. Намазды тұрып біз оқыған кезде, мынау денемізбен біз тәніміздің зекетін береміз. Намазда ішіп жеуге болмайтыны секілді, біз не істейміз? Намазда ораза ұстаймыз. Намазда ат-тахият дұғасында кәлиманы айтамыз. Әртүрлі намаздағы дұғалар, рукуқтағы, сәждедегі сәна дұғаларын айту арқылы Раббымызға зікір айтамыз, тәсбих айтамыз. Көрдіңіздер ма? Яғни намазда Құран оқимыз, намаздың ішінде тіпті Құран да бар. Яғни сіз намаздың артықшылығын түсіне беріңіз. Сіз жеке Құран оқыған кезде, жеке ораза ұстағандағы оның сауаптары жеке-жеке болса, сіз намаз оқып тұрып, осы құлшылықтың барлығының сауабына ие бола алады екенсіз. Олай болса, біз күнделікті қандай құлшылық жасап жүргендігімізге мән беруіміз керек. Бұл құлшылық арқылы біз орындаған кезде және орындамайтын мұсылманның дәрежесін тең қылып қоя алмаймыз. Кейде әлеуметтік желіде мынандай сұрақтар келіп жатады ғой. Сонда не, мұсылмандар намаз оқитындар ғана жәннатқа кіріп, намаз оқымайтындар тозаққа барады демекшісіңдер ме деген секілді. Бұл біздің сөзіміз емес. Бұл Раббымыздың сөзі. Және де біз ең бірінші білуіміз керек нәрсе, қиямет күні сұралатын ең бірінші құлшылық бұл намаз екен. Және де біз ең бірінші тозақтықтардан не үшін сендер тозаққа түстіңдер деп сұраған кезде, өйткені мұсылмандар да тозаққа жанып шығып, түбінде жәннатқа кіреді. Себебі біз ләм наку минал мусаллин, біз намаз оқымайтын едік, намаз оқымаушылардан едік деп айтады екен. Осы нәрсенің біз қаншалықты біз намаз оқыған кезде біздің деңгейіміз қаншалықты көтерілетіндігін, және оқымаған кезде біз не нәрселерден айырылып жатқандығымызды түсінуіміз керек. Сонда бұл нәрсе біз намаз оқығаннан кейін бүгін қандай мен құлшылықты орындадым деген өзімізге галочканы қойғанда, ол біздің самооценкамызды, бүгінгі күн айтып жүрген самооценкамызды көтереді. Ал орындамаған кезде бұл біздің керісінше чувство вины дейді ғой, өз-өзімізді кінәлау сезімін көбейтеді. Ал оның барлығы энергия жейді. Сондықтан құлшылық бұл тек қана рухани жағынан бізді дамытпайды, сол сияқты бізді эмоционалдық тұрғыдан да дамытады екен. Эмоционалдық тұрғыдан да бізді сақтайды. Енді елестетіңіз, Алла Тағала сізді шақырып тұр. Сіз оның шақыртуына менің уақытым жоқ, менің қазір одан сенімен кездесуден де маңызды істерім бар дейтін болсақ, онда біз кім болғанымыз, кімге құлшылық етіп жүрміз, кімнің құлы болып жүрміз. Сол себепті, құрметті ханымдар, бізде өте маңызды мәселе намаздың құндылығын сезіну. Намаз оқып жүрміз, бірақ сезінбейміз. Намазға тұрамыз, бірақ ойымыз жан жақта. Сәждеге барамыз, алайда
жүрек қосылмайды. Намаздың сөздерін жатқа айтамыз, бірақ намаздан кейін жүрек тыныштық таппайды. Намаз сені сағынды кітабым сол халді қайта тірілтеді. Бұл кітап жай ғана мәтін емес, сенің рухани сапарыңның картасы. Бұл кітаппен сен намаз оқуды ғана емес, намазбен өмір сүрудің не екенін түсінесің. Бұл кітапты жазып отырып, мен жыладым, күлдім, қуандым, шүкір еттім. Жүрегімнің тереңдегі сөздер осы беттерде жатыр. Бұл беттерді оқығанда сезімдерің оянады, тыныштық орнайды, ықыласың артады. Сен де кітапты оқығанда әсерленесің. Намаз сені сағынды кітабы сен туралы. Бұл кітап сенің жүрегіңе арналған. Сен өзгеруді қаласаң, Раббың сені күтеді. Қазір тек алдын ала тапсырыспен алуға болады. Ең алғашқы нұсқалары ерекше қаптамада, авторлық қолтаңба және автордың арнайы дұғасымен жіберіледі. Сондай-ақ намазыңды әсемде курсы бонусқа сыйлыққа беріледі. Кітапты алу үшін төмендегі номерге хабарласыңыз. Жаныңдағы ең терең үнге құлақ тұр. Намаз сені сағынды. Ал сен оны сағындың ба? Сондай-ақ біз мына нәрсені білуіміз керек. Намаз бұл мұсылманды өзгелерден ерекшелейтін құлшылық екен. Ол қалай? Христиандарда да ораза бар. Яһудилердің де өздерінің оразасы бар. Мүшриктердің де өздерінің бір ұстайтын оразасы бар. Алайда намаз оқу арқылы біз басқа дін өкілдерінен ерекшеленеді екенбіз. Қараңызшы, намаз, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям не дейді? Намаз бұл бізбен, яғни мұсылман мен мұнафықтың арасын ажырататын құлшылық. Намаз бұл бізбен кәпірдің арасын ажырататын құлшылық дейді. Бұған ғалымдар әртүрлі түсініктемелер берген, бірақ соның ішінде егер кімде-кім намазды тастайтын болса, намазынан айырылатын болса, онда ол не істейді екен? Онда ол адам күпірлікке дейін кетіп қалуы мүмкін екен. Өйткені күпірліктен, күнәдан бізді тыятын нәрсе бұл намаз. Өздеріңіз естеріңізде шығар, алғаш намазға келген кезде сіздер не істедік біз? Мен ананы істеуге болмайды ғой, мынаны істеуге болмайды ғой деп біз өте көп тыйылатын едік. Алайда уақыт өте келе біздің намазымыз әдетке айналып кеткендіктен біз не істейміз? Қайтадан бұрын өзімізге рұқсат етпеген күнәларды, жаман әдеттерді, қылықтарды жасап бастаған болуымыз мүмкін. Міне, намазға қайтадан қарап, намазбен біз жаңа қарым-қатынас құру біз үшін бұл не екен? Өте маңызды болып саналады екен. Сол себепті осы дәрістерді көру арқылы, осы дәрістерді өздеріңізге конспектлеу арқылы біз және де ең бастысы осы дәрістерді өздеріңіздің құрбыларыңызбен, жақындарыңызбен талқылаңыздар. Бұл әрі білімді бекітетін тәсіл болып саналады. Намаз бұл шүкірліктің белгісі. Бүгінгі күні біз шүкір дейміз, бірақ кейде тілімізден шүкірсіздіктің де белгілері көрініп жатады. Яғни біз не нәрсені білуіміз керек? Намазды Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ең көп оқыған. Күндіз 5 уақыт намазын оқыса, сонымен қатар тіршілігін жасаса, түнде арнайы Пайғамбарымыз Алла үшін, Раббысы үшін намазға тұратын болған. Сонда жұбайларының бірі келіп, «Я Алланың елшісі, шаршадыңыз ғой. Жатсаңызшы, демалсаңызшы. Алла Тағала сіздің бұрынғы және кейінгі күнәларыңызды кешірді ғой» деген кезде Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям «Афалам акуну абдан шакура, мен шүкір етуші құлдардан болмаймын ба» дейді. Яғни намаз бұл біздің Раббымызға деген шүкірлікті білдіретін жол екен. Және бұл ең ұлы жол. Және де біз білуіміз керек, Раббымызға біз намаздан артық басқа жолдармен артық жақындай алмаймыз. Егер біздің дініміздің діңгегі болмаса, қанша сен оның терезесін қала, шатырын қала, діңгек дұрыс болмайтын болса, онда ол амалдарымыз зая кетіп қалуы мүмкін. Бірақ бұл деген сөз басқа амалдарды жасама дегенді білдірмейді. Бірақ біздің жасап жатқан басқа амалдарымыз бізді намазымызды күшейтуге жұмыс жасауы қажет екен. Енді осы жерде қараңыздар. Алла Тағала бізге күн беріп жатыр. 24 сағаттың ішінде қанша уақытында күн шығады.
түнді беріп жатыр Алла Тағала. Алла Тағала бізге су беріп жатыр, жаңбыр беріп жатыр, қаншама нығметтер беріп жатыр. Бірақ біз күн үшін ақша төлейміз бе? Біз жарық үшін ақша төлейміз. Адамдардың ойлап тапқан затына. Алайда бізге ағып жатқан су үшін, бізге жауып жатқан жаңбыр үшін, түніміз үшін біз әрбір сағатына біз қаражат төлейтін болсақ, онда ол қаншама теңге болатын еді. Алайда Алла Тағала оның барлығы үшін бізден нені қалап тұр екен? Тек қана шүкірлігімізді, яғни төлемін намазбен қайтаруымызды қалап тұр екен. Оны біз пайғамбарымыздың өмірінен көруімізге болады. Пайғамбарымыздың намазын сипаттаған кезде тіпті оның намазда ұзақ тұрғандығы сонша өкшелері жарылып кететіндей. Сонда осы жерге қарайтын болсақ, ол намаздан ләззат алғаны сонша аяқтарының іскенін сезінбей қалатын болған ғой. Алайда намазда да соншалықты ұзақ тұратын болған, аяқтары іскенше. Біз кейде бір барахолканы аралап келсек, немесе таңнан кешке дейін жүргенде ғана бізде аяқтарымыз ісуі мүмкін. Намаздан біздің заманымызда аяқтары істі дегенді естідік пе? Бұл ары кетсе Рамазан айында тарауих намаздарында болуы мүмкін. Сондықтан да намаз бұл сондай құлшылық екен. Намаз оқу арқылы біз Алла Тағаланы күшейтпейміз. Намаз оқу арқылы біз Алла Тағаланың алдында дәрежеміз өседі екен. Ал енді намазды оқымау арқылы, намазды тастау арқылы біз керісінше дәрежеміз түсіп кетуі мүмкін. Біз бұл дүниеде бәріміз карьерада өсуді қалаймыз. Біз бұл дүниеде адамдардың алдында атақты, танымал болуды қалаймыз. Енді қараңызшы, намазда тұрған кезде біздің намаздарымызға періштелер де қатысады екен. Яғни намаз оқитын құлдарын періштелер ерекше таниды екен. Сіз бәлки адамдардың алдында подписчиктеріңіз, яғни оқырман саныңыз аз шығар, адамдардың алдында танымал емес шығарсыз, бірақ Раббымыздың алдында, періштелердің алдында сіз танымал құл бола аласыз. Ал оның қандай пайдасы бар дейтін болсақ, Құран кәрімде Юнус пайғамбардың қиссасын келтіреді. Юнус пайғамбар Алла Тағаланың әмірін күтпестен не істеді? Елінен шығып кетті. Сол үшін Алла Тағала оған жаза ретінде киттің ішіне түсуді бұйырды. Яғни киттің ішінде қалуды жазды. Киттің ішінде, ойлаңыздар, түн, теңіздің астында, киттің ішінде 3 қараңғылықта деп сипаттайды. Сонда киттің ішінде отырған кезде ол бірден не істейді? Юнус пайғамбар Раббысын зікір етіп, дұға айтып бастайды. Ла илаха илля ант субханака инни кунту миназ залимин деп, я Аллахым, сенен басқа мені құтқарушы, кешіруші тәңір жоқ. Мен өз-өзіме зұлымдық жасадым, мені кешірші деп бірден тәубеге келеді. Сонда қараңыздар, осы дауысты дейді ғалымдарымыз айтады, періштелер естиді ғой. Періштелер естиді де, мына дауыс бізге таныс дауыс қой. Мынау Юнус ибн Муаттаның дауысы ғой деп періштелер таниды екен. Неге? Өйткені ол киттің ішіне түспей аман сау кезінде ол намазын оқушы еді. Ол зікірін айтушы еді. Ол көп құлшылық жасайтын еді дейді. Яғни жағдайы жақсы кезде ол осы құлшылықтарына тұрақты болғандықтан, ол қиындыққа тап болған кезде періштелер оны таныған ғой дауысын. Сондықтан да сіз Құран оқыған сәтіңізде, намазда сапта тұрғаныңызда, Алла Тағаланың шақыртуына жауап берген кезде біліңіз, сіз періштелердің алдында танымалсыз. Және егер сіз ауырып қалатын болсаңыз, намазға тұрып жүріп бір күні тұра алмай қалатын болсаңыз, сол періштелер сіз үшін кешірім тілейді. Сол періштелер сіз үшін шипа тілейді ғой. Алла Тағала бұл жақсылықтарын бәрін бізге бермесе болатын еді. Алайда сондай намаз оқушы, өзіне құлшылық етуші құлына осындай артықшылықтар беріп қойған екен. Ал енді біз осылай намазымызға немқұрайлы қарау арқылы, қаза қылу арқылы, оқымау арқылы, біз не істейміз? Тәрк ету арқылы осындай нығметтерден айырылып қалып жатырмыз. Сондықтан да өзімізге сұрақ қойып көрейікші. Мен осындай нығметтерден айырылуға дайынмын ба? Әлде жоқ, мен бүгіннен бастап қазір намаз оқуды бастап кетемін бе? Егер біз осы сұрақтарға өзімізге мен не қалаймын деп жауап бере алатын болсақ, онда біз намазға қайта тұрудан, намазымызды жаңартудан, намазымызға бекем болудан, намазымызды қаза қылмаудан бастауымыз өте маңызды. Міне, бүгінгі дәрісіміз осымен аяқталды. Дәріс пайдалы болған болса, міндетті түрде төменде өз ойларыңызбен бөлісіп, өздеріңізге әсер еткен оқиғалармен бөліссеңіз болады.
бастысы каналыма тіркеліп келесі дәрістерді жіберіп алмаңыздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.